Ал Ворошиловтың 1934 жылғы 17 съезде сөйлеген сөзін қалай түсінуге болады? Нан керек болған соң біз аштықты әдейі жасадық. Нәтижесінде жұмыс істей алмайтын шаруалар мен кулактар ашаршылықтың құрбандары болып, тап ретінде жойылды деп өздерінің жасаған қылмыстарын жетістікке балады. Елде жаппай ашаршылық орын алғандықтан 1933 жылы Қазақстан үкіметінің басшысы Ораз Исаев даладағы аң-құс пен балықты аулатпау туралы қаулы күшін жойсын деп Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Куйбышевке өтініш хат жазады. Куйбышев жауап хатында қабылданған қаулы өз күшін жоя алмайды. Егер қазақтар бір құс атып немесе балық ауласаңдар, сотталасыңдар деп жауап береді. Бұл не сонда? Қателік пе? Қазақтар қолдан жасалынған аштықтан миллиондап өліп жатқан кезде осындай қаулы қабылдап заң шығару қателік пе? Жоқ, бұл қателік емес. Бұл қылмыс. Бұл сталиндік жүйенің қазақ ұлтын жоюға бағытталған жоспарлы саясаты. Бұған кінәлі Ресей бұрынғы, соның қазіргі бүгінгі орында отырған Ресейдің өкіметі бізден кешірім сұрауы керек. Егер ары ұяты болатын болса, сұрайды. Ал ары ұяты жоғалған болса, онда сұрамайды ол. Аштықтың кесірінен ауруға ұшырағандарды емдемеу жайлы Голощекиннің айтқан ойын ағылшын жазушысы Роберт Конквест «Жатва скорби» деген кітабында былай деп келтіреді. Аштықты дәрмен емдеуге болмайды. Аштардан ештеңе ала алмайсың. Адамның барын сығып алғаннан кейін оның мемлекетке керек жоқ. Оларды не үшін емдейміз? Өкімет халықтың барлық малы мен азық-түлігін тартып алып, Ресей өнеркәсіптеріндегі жұмысшыларға жіберіп жатқандықтан, ашаршылық әсіресе балаларға қиын дейді. Аштықтан балалар көп шетінеді. Павлодар ауданының нөмірі 16 ауылында аштықтан 19 бала өлген. Торғайда ата-анасыз қалған 4 жасқа дейінгі балалар тегіс қырылып қалды. Мәскеуден Қазақстанға жер аударылып келген профессор Гаврил Невадовскийдің қызы Татьяна Невадовская өзінің «Қазақстан қасіретнамасы» деген өлеңін жазды. Көз алдымда мұз құрсанған өліктер, кір қожалақ, балақ бейті бас көрген, бірақ оны елемеймін мен түптен. Көрген сәтте сорлыларды бос көлген, ет жүрегім жүгірмей ағын тіккен. Киімім көк, ашуды білмеймін. Аш шалаңаш бәрі дағы олардың, ашыққандар шөп шаламдақ тарар. Табан ба деп жартыдан. Әлсіз қолға ілік тақыр түйірді. Қуаныштан өкіруге шақ қалып сыбағаға көз сүзеді бұйырған. Жазығы не? Кімдер бүйтіп қорлаған? Туған жері өз елінде емес пе? Қыз балалар тумай жатып сорлаған. Ата-аналарынан айырылып, қараусыз қалған балалар қатты қиналды. Баспанасыз қаңғырып қалған балалар суықтан, аштықтан, аурудан зардап шекті. Аман қалғандары балалар үйіне орналастырылды. Балақайлар, жыламаңдар, жүріңдер. Мен сендерді балалар үйіне алып барамын. Онда бізге нан береді ме? Иә, береді. Енді біз өлмейміз ғой. Иә, өлмейсіңдер, жүре қойыңдар. Партияның жауапты қызметкері Мансур Ғатауллин халықтың хал жағдайын білу үшін 1933 жылы қыс айында Қарқаралыдағы кент елді мекеніне барады.
Ғатауилин осындай сұмдық оқиғалардың куәсі болған кезде кеңес үкіметінің тарапынан түрлі қатыгездіктер болып жатты. 1931 жылдың шілде айында ОГПУ-дың Шет аудандық бөлімінің бастығы Сычевтың бұйрығымен тұтқындалған 8 қазақ соттың үкімінсіз атып тасталған. Осы жылдың көктемінен бастап 30-40 адамды ешқандай себепсіз атып тастау орын алған. Коммунистер қазақтарды қинау мен айуандықтың небір түрлерін қолданғанымен қоймай, олардың қандарын ішкенін құпия құжаттар айғақтайды. 1891 жылы Волга бойында ашаршылық болғанда, Қазанда оқып жүрген 21 жастағы большевиктердің болашақ көсемі Ленин аштық пролетариаттың билікке жетудегі негізгі қаруы деп ашаршылыққа ұшырағандарға көмектеспеу туралы ашық айтқан болатын. 1918 жылдары Лениннің өзі бастап берген осысын оның сүйікті оқушысы Сталин 1930 жылдары толығымен жүзеге асырды. Сол жылдары ел аралаған жазушы Ғабит Мүсірепов қазақ ауылдарындағы киіз үйлердің қаңырап бос қалғанын, халықтың аштан қырылғанының куәсі болады. Мүсіреповтер бір киіз үйге кірсе адам кейпінен айырылған жас қыз аштан өлген туыстарының етін жеп жүр екен.